Сәлеметсіз бе? Каналыма қош келіпсіз. Мен бұл каналымда тұпсана сырлары арқылы көп мүмкіндікке жетуге болатын көптеген сырларды, жеке дамуға, өз үстінде жұмыс жасауға, өсуге, жетістікке жету үшін қолымнан келгенше зор ақпараттарды беремін. Тағы да дамуға байланысты әлемнің жетістікке жеткен адамдардың кітаптарын және басқа да көптеген аудио кітаптарды да тыңдауды ұсынамын. Бұл видеода атақты нейробиолог, нейрохимик, психолог Джо Диспензаның «Тұпсана күші» кітабының қысқаша мазмұнын айтып бермекшімін. Сол бір кітаптағы инсайттарды және техникаларды бөлісемін. Маған жазылуды және пікір қалдырсаңыз қатты қуанамын. Ал кеттік. Біз әлемімізді өзгерту үшін әлем туралы түсінігімізді өзгертуіміз керек. Автор айтады, біздің ой-пікірлеріміз өте үлкен күшке ие. Және ой-пікірлерімізді өзгертіп, біз ғажайып нәтижелерге жете аламыз. Ол үшін кванттық әлемге ой-пікір және эмоция туралы сигналдар жібере аламыз. Автордың айтуынша, біздің ойлар электр сигнал шығарады. Және эмоциямыз магниттік күшке ие. Біз арман мақсаттарымызды ойласақ және оған эмоциямызды қоссақ, яғни сезімдеріміз бен денемізде сезінген хәлде армандасақ, кванттық әлемге электромагниттік сигнал жіберіп, сол арманымыз өмірімізге келуіне себеп бола алады. Кванттық әлем бізге оқиға түрдегі жауапты жібереді. Сөйтіп адам өзінің ұнамаған қалпын бұзып, өзінің кәміл, жетік нұсқасына жете алады. Әр қандай адамның өзінің ойындағы кәміл, жетік образы бар. Мысалы, дене бітімі келіскен, бірнеше тілді білген, қорықпайтын, бай, өзінің жақсы көргенсін тапқан, жақсы үйде тұратын өзінің күшті образы бар ойында. Ол ой сізге өзінен өзі келмеген. Демек, сіз өзіңіздің реалдығыңызды, образыңызды өзгертуге толық потенциалыңыз бар. Оған жетісу үшін жазба техникалар, медитациялар арқылы және басқа жолдар арқылы жетуге болады. Біз көкірек көзімізді пайдаланып, өзіміздің зор реалдығымызды өзгерте аламыз. Ол үшін айналамызды, өзімізді басқаша қабылдауымыз керек. Ұзақ жылдардан бері санамызда жазылып қалған программаларды өзгерте алсақ, бізге кедергі келтіретін бұзғыншы программаларды топ-тамырмен қопарып, тазалап алады екенбіз. Әрбір материя энергиядан түзілген. Материя дегеніміз бұл көзге көрінетін, қолға ұстауға болатын нәрсе. Адам да материя. Адам энергиядан пайда болған. Әлем болса ақпарат майданы, информацион поле. Бұл әлемде бос орын жоқ. Әрбір жерде ақпарат бар. Кванттық әлем әрбір адамдан энергия күтеді. Біз ой-пікірлеріміз, сезімдеріміз арқылы қандай ақпарат жібереміз? Өмірімізді өзгерту, өз әлемімізді өзгерту деген бұл энергияны өзгерту. Эмоция мен ой-пікірімізді топ-тамырмен жаңа күйге келтіру. Сіз бай болуды тілеп, ақшаңыздың көп болғанын ойлауыңыз мүмкін. Бірақ өзіңізді кедей сезінсеңіз, ешқашан бай болмайсыз. Себебі сіздің ойлайтыныңыз бір басқа, сезінетініңіз бір басқа. Джо Диспенза айтады, бай болғың келсе, тек бай болуды ойлама, өзіңізді байлардай сезініңіз дейді. Сезінгенде біздің денемізде сезінгендей, денеде болашақ уақиғаның эмоциясын сезінеді. Біздің денемізде 5 түрлі сезіну ағзамыз бар. Олар көз көру, құлақ есту, мұрын иіс сезу, тіл, дәм сезу ағзамыз және сенсорлы. Яғни бір нәрсені ұстап көрмекші болсақ, қатты, жұмсақ деп сеземіз ғой, сол. Осы 5 сезімді қосу арқылы эмоцияны сезінсек, сол арманымыз өмірімізге кіріп келеді екен. Автор адамның қандай адамға айналғысы келетінін, яғни кәміл, дамыған, жетік нұсқасын, эмоциясын сипаттап, нені ойлайды, өзін қалай сезінеді, қалай сөйлейді, қалай киінеді. Жазғанын оқып шығып, өзін сол сипаттаған адамдай сезінсе, ақырында сол кәміл нұсқадағы образына жетпей қоймайды. Кванттық әлем қашан ғажайып жауап қайтарады. Материяға тек ниетіміздің күші арқылы жетуіміз қиын. Мысалы, тек аффирмация айту жетпейді. Ой мен эмоция бір-бірімен бірдей жолданғанда ғажайып жауап қайтаратынын эксперименттер дәлелдепті. Анығын айтсақ, біздің арман мақсаттарымыз жүзеге асу үшін шын көңілден кешкен жағымды эмоциялар анық ниет болғанда кванттық әлемге анық белгі болып барады. Миды қалай дұрыс жұмыс жасатамыз?
Жауап қарапайым өзімізге сұрақ қою арқылы. Мидың маңдай бөлігі басқа мидың бөліктеріндегі баяғы ақпараттарды бір қарап шығады да, жаңа ой пікір қалыптастырады. Сонда сіз пікір зейініңіздегі арманыңыздағы келешекке барасыз. Жаңа нейрондық байланыстар солай түзіледі. Біз үй, машина, саяхат тағы басқаларды қоя тұру керек. Автор айтады, өзіңе сұрақ қой. Өзімнің кәміл, жетік, дамыған образым қандай болуды қалайсың? Сонда ми өзіндегі бар ақпараттарды қопарады. Қандай болған едім? Әнді қандай болайын деп ойланы. Жаңа ой пікірлер міне солай, өзімізге сұрақ қойғанда пайда болады.